Мақсаттарды дұрыс қою техникалары жетерлік. Осы күнге дейін менде дилемма болатын. Процесстік мақсатқа көбірек көңіл бөлген дұрыс па, жоқ әлде соңғы нәтижеге бағытталған мақсаттар қойған дұрыс па деген. Оның жауабын бірнеше жылдар бойы әртүрлі әдістерді қолдану арқылы таптым, және кітаптар оқу арқылы да жауабын таптым. Бүгінгі видеода біз осы продукт және процесс мақсаттардың екі түрін ажырататын боламыз. Оның артықшылықтары мен кемшіліктерін және қайсысына көбірек акцент қоямыз, қайсысы біздің мотивациямызға ұзақ мерзімде жақсырақ әсер етеді, соны талдайтын боламыз. Ендеше соңына дейін қараңыздар. Пайдалы болады деген үміттемін. Жаңадан келген көрермендерімізге ассалаумағалейкум. Менің есімім Нұрлыбек, кәсіпкермін. Осы қазір тұлғалық даму саласын зерттеп, 100-ден аса кітаптар оқып, солардан түйген және өзім тәжірибеден бірнеше жылдар бойы өткізген осы жетістікке, мақсатқа жету жайындағы әдіс тәсілдеріммен осы арнамда бөлісемін. Мен ең алғаш продукт және процесс мақсат туралы Барбара Уоклидің «Думай как математик» кітабынан оқыдым. Ол жерде автор осы екі түрді ажыратып және қайсысы тиімдірек екені жайында жазған. Алдымен енді осы екі мақсат түрін ажыратып алайық, анықтама беріп. Ең алғашқы ол процесстік мақсат, жүйелі әрекетке негізделген мақсаттың түрі. Бұл көбіне күнделікті немесе тұрақты циклмен қайталанатын әдеттерден тұратын жүйе. Оған мысал келтіретін болсақ, аптасына 4 күн 1 сағаттан спорт залға бару, күнделікті араб тілінен 20 жаңа сөз жаттау, күніне кітаптың 500 сөзін жазу деген секілді циклично қайталанып тұратын мақсаттарды айтуға болады. Енді продукттік мақсат, яғни соңғы өнімге, соңғы нәтижеге бағытталған мақсат, ол біз қалаған соңғы нәтижеге негізделген мақсат. Ол әдетте нақты бір өлшемнің болуымен және дедлайнның болуымен ерекшеленеді. Мысалы, жылдың соңына дейін 5 килограммға арықтау, бір жылда 10 мың подписчик жинау, бір жылда $10 ақша жинау деген секілді осындай мақсаттарды қоюға болады продукттық мақсат ретінде. Енді жалпы түсінгенімізде продукттық мақсат ол біз қалаған соңғы нәтиже, ал процесстік мақсат сол нәтижеге жететін тұрақты, жүйелі, үздіксіз әрекеттер жиынтығы. Енді ағылшындарда бұны былай айтады. Мысалы, продукттық мақсат what болатын болса, яғни не, ал процесстік мақсат ол how, яғни қалай жетеміз біз оған. Және бүгінгі видеода біз осы екі түрдің қайсысы көбірек бізге тиімді екенін анықтайтын боламыз. Алдымен продукттық мақсаттардың артықшылықтарын талдайық. Мысалы, 6 айда кемі 300 беттік бір кітап жазып шығу. Яғни нақты соңғы өнім белгілі продукттық мақсаттың бір мысалы бұл. Бұның артықшылығы соңғы нүкте түсінікті. Яғни сен қол жеткізгеніңді жеңіл түсіне аласың. Қашан бұл мақсаттың орындалғанын біле аласың. Одан кейінгі артықшылығы прогресті жеңіл өлшеуге болады. Мысалы, 3 айда 100 бет жаздым, яғни қалған 66%-ын жазу қалды деген секілді сенде нақты өлшем болады. Және бір артықшылығы соңғы жетістік нүктесін елестету саған қосымша шабыт береді. Яғни кейбір адамдарға сыртқы адамдардың, мысалы басқа адамдардың оны мойындауы, немесе сыртқы бір ақшалай болмаса бір қандай да бір дәрежеге қол жеткізу секілді факторлар қатты мотивация беруі мүмкін. Сол нәрсе қосымша шабыт береді. Сені қосымша жігерлендіреді. Ал енді кемшіліктеріне келетін болсақ, бұл толықтай сенің қолыңда емес. Яғни сыртқы факторлардың әсері бар. Кез келген жағдайда күтпеген бір сені жолынан тосатын оқиғалар туындап қалуы мүмкін. Осындай қауіп бар. Және соның кесірінен сен осы соңғы қалаған нәтижеңе қол жеткізе алмай қалуың мүмкін. Екінші кемшілігі ол күйзеліс.
яғни сенің мотивацияң әлсірейді қашан? Егерде прогресс болмаса, немесе прогресс өте кішкентай болса. Бұл сенің сенімділігіңнің азаюына алып келеді. Себебі басында сен күшті бір ожиданиемен бастайсың, кейін оған қол жеткізуге кедергі болатын тосқауылдар бар болғанын көрген кезде мотивацияң біртіндеп әлсіреуі мүмкін. Тағы бір кемшілігі ол қол жеткеннен кейінгі күйзеліс. Бұл жерде сол біз күткен үміт үлкен болады, біз елестеткен картина үлкен болады, әдемі болады, бірақ сол нүктеге жеткен кезде әрі қарай мән кетіп қалады. Басымыздағы ойлаған нәрсе басқаша болады. Сол алған сезімдер уақытша болады. Сол мақсатқа жеткендегі дофамин уақытша бөлінеді. Одан кейін көп адамда күйзеліс пайда болады. Оны басқаша Мартин Иден синдромы деп айтсақ та болады, немесе жетістік депрессиясы деп айтсақ та болады. Ол, яғни үлкен мақсатқа қол жеткізгенде туатын дағдарыс. Әрі қарай не істеріңді білмейтін жағдай. Және бұған мысал келтіретін болсақ, көптеген олимпиада чемпиондары, мықты спорт, басқа әртүрлі спорттан болсын чемпиондар белгілі бір дәрежеге, жетістікке жеткеннен кейін спортты тастап қояды. Сол бір соңғы нүктесіне қол жеткізгеннен кейін, медалін алғаннан кейін, кубогын алғаннан кейін спортпен айналысуды тастайды, салмақ жинай бастайды, өзіне дұрыс қарамайды. Ондай адамдар көп. Мысалы, актерларды да айтуға болады. Белгілі бір роль үшін кәдімгі арықтап формаға келеді да, кейін роліне түсіп, керек сыйын алғаннан кейін болды, әрі қарай өзін тастап жүреді, былайша айтқанда. Және бұған керісінше мысал келтіретін болсақ, Майкл Фелпс, атақты жүзуші, спортсмен, ол кісі қандай жетістікке жетсе де, қанша олимпиада медалін алса да, керісінше тренировкасын күшейткен. Керісінше жаңадан бастаушы секілді сол өзінің формасын сақтап әлі күнге дейін дайындалады. Мысалы, ол себебі өзінің мақсатын сыртқы бір факторларға байлаған жоқ, соңғы бір продуктке, нәтижеге байлаған жоқ. Ол жүзу менің өмірім деген принципті ұстанды. Және тағы бір кемшілігі ол кейінге қалдыра беру көбейеді. Бастапқыда бізге мақсат үлкен болып көрінеді, түсініксіз болып көрінеді, оны ми ауыр қабылдап жасаудан қашады. Егер де біз нақты жүйе құрмайтын болсақ, нақты мақсатқа жету жоспары болмайтын болса, онда бастапқы нүктеде қалып кету қаупі бар. Көп адамдар жіберетін қателік те осы жерде. Мысалы, жаңа жылда біз мақсаттар қоямыз ғой, үлкен мақсаттар қоямыз бір жылға. Осындай қол жеткізсем деп армандаймыз. Бірақ ол сол жазылған қағаз күйінде ғана қалып кетеді көбіне. Егер де оған жететін жүйе құрылмаса, оған дейін сенде бір сол жүйені орындайтын әдет қалыптаспаса, тұрақтылық болмаса, онда болды, ол сол қағаз күйінде қалып қояды. Жеке мен өз басында болған сондай мақсаттар. Яғни бір продукттық мақсаттар қоясың. Білмеймін, жаңа айтқан секілді. YouTube'тан 1000 подписчик жинаймын, 10 000 подписчик жинаймын деген секілді. Бұған дейін мен бастап көргем тағы да басқа каналдарды. Бірақ ол жерде тұрақтылық болған жоқ та менде. Қазір мен мысалы философиямды өзгерттім. Қазір менің фокусым процесте. Қазір түсіріп жатырмын. Мен мысалы қазір түсіруге қатты шамам болған жоқ, желанием болған жоқ, былайша айтқанда. Бірақ бұл менің расписаниемде бекітілгеннен кейін мен кеп түсіріп отырмын. Енді нәтижесін бір Аллаға тапсырдым. Және көп адамда шабыт келген кезде ғана жасаймын деген иллюзия туады. Мен өзім ұнататын Пабло Пикассоның сөзі бар, атақты. Шабыт бар, бірақ ол сізді жұмыс үстінде табу керек дейді. Шабыт сен жұмысты бастаған кезде, жұмыс процесіне кіріскен кезде келеді.
оны күтіп жүрудің қажеті жоқ. Көп адамдар, осы продукттық мақсат қойған адамдар, ол шабытты күтіп жүреді, бір идеальный сәтті күтіп жүреді деген секілді. Сол нәрсе оны тоқтатады да. Енді процесстік мақсаттарға келейік. Бұның мысал ретінде күніне 2 сағат жазуға арнау деген жүйе құрамыз. Жаңағы бірінші мысалға ұқсас. Яғни бұл жердегі маңызды айта кететін нәрсе, біз 2 сағатқа дағдылану үшін алдымен аздан бастауымыз керек. Жүйе құрған кезде жалпы бізде выгорание болмас үшін аздан бастау керек. 20 минуттан, мысалы бірінші апта 20 минут қана жазамыз. Ол әдетке айналғаннан кейін екінші апта тағы 40 минутқа қосамыз. Солай біртіндеп 2 сағатқа жеткізуге болады. Және бұл нәрсе бізге біртіндеп тұрақтылық алып келеді. Өз басымнан енді ондай нәрсе өтті. Біртіндеп жүйемді осылай қалыптастырдым. Әрине, сенің жүйең идеалды бола бермейді. Кейбір күндер өткізіп аласың. Бірақ ең бастысы тоқтатпау, әрі қарай жалғастыра беру. Бұл жерде тағы бір ескеретін нәрсе, күнделікті 2 сағат жазу дегенімізде міндетті түрде демалыс күнін алу керек. Ол күні сен еш нәрсемен айналыспайсың. Яғни жазуға қатысты еш нәрсемен айналыспайсың. Себебі бізге арасында расфокус алып тұру керек. Осы Барбара Оклидің кітабында сол туралы да жақсы жазылған. Адам фокуспен жұмыс жасай бермей, арасында расфокус, яғни бір демалыс алып тұру керек. Обстановканы өзгертіп тұру керек. Сол кезде саған жаңадан шабыт, жаңа бір тың идеялар келеді. Енді процесстік мақсаттардың артықшылығы ол ең алдымен бақылау толық сенің қолыңда. Яғни сыртқы факторлардың әсері жоқ. Бұл жерде сен өз-өзіңе қожайынсың. Өз уақытыңды өзің басқарасың. Тіпті бір күн болмай қалған күннің өзінде, екінші күні дұрыстап өзің қалауыңша жасай аласың. Ол не істейді? Ол бізге сенімділік береді, біздің стрессімізді азайтады. Және бір артықшылығы, тұрақты түрде жасау, ол бізге әдет қалыптастыруға көмектеседі. Сол кезде сен тұрақты түрде бір әрекетті жасай беретін болсаң, ол сенің өмірлік әдетіңе айналады. Ал өмірлік әдетіңе айналатын болса, сен жай ғана автор емес, сен уақыт өте үлкен бестселлер авторға айналасың. Бәлкім ғасырлар бойы сен оқитын мықты жазушыға да айналарсың. Тағы бір артықшылығы, ол өсіп жатқаныңды көру саған тұрақты бақыт гормондарын береді. Мысалы, продукттық мақсатта саған уақытша дофамин бөлінсе, бұл жерде саған ұзақ мерзімді бақыт гормоны, яғни серотонин бөлінеді. Ол үшін саған нәтижені өлшеп отыру керек. Бастапқыда қалай болды, қазір қалай. Мен өз мысалымды айтатын болсам, араб тілін оқыған кезде алғашқыда ұстаздың кеңесі бойынша біз әр қатарды жазып отырдық. Мысалы, 40 минутта мен қанша қатар аударып үлгердім бастапқыда. Сосын күнделікті соны жазып отырамын, прогрессімді өлшеу үшін. Және мен бірінші оқып бастағанымда алғашқы аптада шамамен бір қатар, 2 қатар, 3 қатар ғана аударған шығармын 40 минут ішінде. Араб тілін кәдімгі тәпсір текстті. Кейін 2-3 ай өткеннен кейін мен 25-30 қатарға дейін максималды түрде аудара бастадым. Және сол кезде өзімнің осы жүйенің арқасында, үздіксіз жасаудың арқасында білімсіз прогресс жасағанымды көріп өте қатты қуандым. Сол үшін осы нәрсе бізге шынымен прогрессіңді байқау, бақылау саған керемет бақыт гормондарын сыйлайды екен. Және процесстік мақсатқа қол жеткізудің мүмкіндігі жоғарырақ. Егер сен жүйеңе берік болатын болсаң, онда күндердің бір күні әйтеуір қалған нәтижеңе жетесің. Тіпті одан да асып түсесің. Енді кемшіліктеріне келетін болсақ, біз соңғы нүктені өлшей алмаймыз, егер бекітпесек. Және
мән жоғалтып алу қаупі бар. Бір затты қайталап жасай берген кезде енді ішің пісіп кетеді ғой кейбір кезде. Сол кезде бір мәнсіз әрекет болатын болса, ол пайдасыз әрекетке айналады да. Сол үшін мәнді не үшін бастағаныңды үнемі еске салып отыруың керек. Және бұл үлкен тәртіпті қажет етеді. Тұрақтылықты қажет етеді. Енді осы екеуін жалпылай қорытындылайтын болсақ, біз продукттық мақсаттың айқын кемшілігін көріп отырмыз. Себебі егер біз мысалы мақсатқа қол жеткізбесек, онда мотивациямыз құлайды, сәтсіздікке ұшырау сезімі туады, сенімділігіміз төмендейді. Ал егер қол жеткізетін болсақ, онда ол уақытша бізге бір қуаныш сыйлайды. Одан кейін қайтадан кеудемізде бос сезім туады, мән кетеді, және үнемі жаңа мақсатпен жаңа челлендж, вызовтар қоюды талап етіп тұрады. Ал керісінше процестік мақсаттар үздіксіз жасаудың арқасында, тұрақты өсудің арқасында бізге шеберлік алып келеді. Кез келген ұлы тұлға негізі осы процестік мақсатына берік болғандығының арқасында өшпестей ғып өзінің атын тарихта қалдырып кеткен. Себебі бұл жолда эффект накопления жұмыс жасайды. Уақыт өте келе сенің қабілеттерің шыңдала береді және геометриялық прогрессияда өсетін болады да. Осыған қатысты бір мысал есіме түсіп отыр. Ол негізі сапа мен санға байланысты, бірақ осы процесс пен продуктпен ұштастырса да болады. Бір профессор бір топ студенттеріне 100 фото жасап келуге тапсырады. Қателеспесем, гүл болу керек. Гүлдің 100 фотосын жасап келуге тапсырады. Ал екінші топқа тек бір идеальный фото жасап келуге тапсырады. Содан кейін бір аптадан кейін нәтижелерін салыстырған кезде қорытынды бойынша бірінші топ, яғни көбірек түсірген топ, солардың ішінде ең әдемі, ең үздік суреттер шыққан. Неге десеңіз, себебі олар әр түсірген сайын өздерін шыңдай берген, қателіктерінен сабақ ала білген. Солай өзінің қабілетін жақсартып отырып, әдемі суреттер шығарған. Ал екінші топ, ол көбірек уақытын ойлануға жұмсағанда, түбінде енді керемет шедевр шығара алмаған. Ендеше процестік мақсаттар тұрақты жасаудың арқасында шеберлікке алып келеді екен. Мысалы, екі авторды алайық. Біріншісі бестселлер кітап жазам деп мақсат қояды 1 жыл ішінде, бірақ шабыт күтіп жүреді. Шабыт келгенде жазады, шабыт келмесе соны іздеуге кетеді, тауға кетеді, тасқа кетеді, басқа қалаға кетеді. Шабыт келген кезде жазады. Бұның жүйесі тұрақсыз. Екінші автор бар, оның мақсаты бар болғаны күніне 500 сөз жазу. 1 жыл бойы тоқтамай жазады. Нәтижесінде бұда кітап жазылып шығады, бір кітап кемінде. Ал бірінші автор сол кітабы аяқталуы мүмкін, аяқталмауы мүмкін, ол екі талай. Негізі осы процестік мақсаттарды исламдағы тәуекелмен ұштастыруға болады деп ойлаймын. Екеуінде де сен қолыңнан келген барлығын жасайсың, қалған нәтижені Аллаға тапсырасың. Сен түбінде кез келген нәтижеге риза боласың да. Бұл сенің стресске, ешқандай депрессияға түспеуіңе жақсы. Енді екеуінде ортақ формула негізі. Ниет плюс сенің күнделікті жасайтын әрекетің плюс нәтижесін Аллаға тапсыру. Біз қорытындай келе жалпы процестік мақсатты қою дұрысырақ екенін түсіндік. Енді оны қалай қоямыз? Мына сұрақтарға жауап беру керек. Ол үшін ең алдымен өмірлік бағытыңды анықтап алу керек. 10 жылда кім болғың келеді? 20 жылда, 50 жылда жалпы өміріңді кім болып өткізгің келеді? Бұл өмірге не үшін келдің деген секілді бұл жерде миссия тақырыбы қозғалады. Өмірлік мән тақырыбы қозғалады. Мысалы, сен автор болатын болса, адамдардың өмірін өзгертетін бестселлер кітаптар жазу деген секілді сенің миссияң болады. Одан кейінгі сұрақ, оған жету үшін қандай тұрақты әрекет жасауым керек? Мысалы, бестселлер автор болу үшін сен тұрақты жазуың керексің, күнделікті жазуың керексің, жазудан шебер болуың керексің. Сосын бұл әрекетті қалай өмірлік әдетіме айналдыра аламын? Мысалы, күнделікті жазуды біз қалай әдетке айналдыра аламыз? Оны
күніне кемінде 40 минут жазу немесе 200 сөз жазу деп бастауға болады. Солай тұрақты жасау арқылы әдетімізге айналады. Жалпы The One Thing деген кітап бар. Сол кітапта приоритет табуға көмектесетін күшті сұрақтар бар. Яғни сенің мақсатыңа қол жеткізетін бір ең маңызды қай іс, соны анықтауға көмектеседі. Маған сол кітап өте қатты ұнаған, оқуға кеңес беремін. Одан кейін прогрессімізді қалай өлшейміз деген сұраққа жауап беруіміз керек. Бұл жерде осы айтып кеткендей 40 минут жазатын болсаң, мысалы соны жазып отыруға болады, таблицаға енгізіп. 40 минутта сен бастапқыда қанша сөз жазып бастадың, кейін қанша сөз жазасың. Осыны есептеу үшін таблица қолдануға болады, сосын трекер қолдануға болады, яғни қанша күн сен үздіксіз жасап келе жатсың, әдетіңе берік болып келе жатсың. Трекер привычек деген бар ғой, соған енгізсек болады. Және маңызды бөлік ол арнайы уақыт белгілеу. Күннің белгілі бір бөлігін осы тек қана жазуға арнау, мысалы. Немесе сіздің өзіңіздің мысалыңыздағы бір мақсат болуы мүмкін. Енді жиі қойылатын сұрақтың біріне жауап беріп кетейін. Процесс ұзақ болып көрінсе, қалай күйзеліске ұшырамай ары қарай жалғастыруға болады? Мен өзім коллеядан шығып кетсем, жүйем бұзылып жатса, қалай қалпыма келетінімді бөлісейін. Ең алдымен мен демалыс аламын. Жалпы мен аптаның 5 күнде жұмыс жасаймын жүйем бойынша, қалған 2 күн демаламын. Одан кейін обстановканы өзгертемін міндетті түрде. Бір активный отдыхқа шығамын. Тау, балық деген секілді. Атқа бару деген секілді. Отбасыммен қыдыру. Жалпы сені айналып жатқан жүйеден бөлек нәрсе болу керек. Сосын кішігірім жеңістерімді өзіме марапаттаймын, жеңістерім үшін. Нәпсімді арасында қуантып тұрамын. Және де не үшін бастағанымды, жалпы бұның бәрін не үшін жасап жүргенімді өзіме еске алам. Ол үшін сұраққа кәдімгідей дәптерге отырып жауап беремін. Жиі жауап беру сол сенің миыңдағы нейрондық байланыстарды берік қылады. Сосын помидор методын қолдану керек. Сол кезде шаршамайсың. Мысалы мен 40 минут жұмыс жасаймын, сосын 10 минут демаламын. Далаға шығып ауа жұтып келемін. Бұл кәдімгідей шаршамай, әдемі жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Әдетте бізде күйзеліс ол шаршаудан болады да. Тіпті бір 20-10 минут ұйықтап, құс ұйқы жасап алғанның өзі саған қосымша энергия береді, ары қарай жұмысыңды жалғастыруға күш береді. Сонымен осы видеодан түсінгеніміз, бізге фокусты соңғы нәтижеден әрекетке қою керек екен, болашақтан осы сәтке қою керек екенін түсіндік. Өмір деген осы сәттен құралады, осы сәтті бағалауымыз керек. Осы жасап жатқан процесімізден ләззат алып үйренуіміз керек. Сол кезде сен қалаған нәтиже, сен қалаған жетістіктер міндетті түрде болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.